Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін математика сабағы 3-ші сынып 33-ші сабақты бастаймыз. Жетті санына көбейту және бөлу кестесі бүгінгі тақырыбымыз. Сабақты бастамас бұрын видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар, иә? Сен 7-ге көбейту және бөлу кестесін құруды және қолдануды үйренесің. Бірінші есепке қарайық. Біздің сынып бүгін дәлізде кезекшілік атқарды. Олар бір-бірінен аралары 7 қадам болатындай қатарға тұрды. 7-ден сана. Бізде сандық сәуле берілген, санаймыз, иә? 1 7 7, 2 7 14, 3 7 21, 4 7 28, 5 7 35, 6 7 42, 7 7 49, 8 7 56, 9 7 63, 10 7 70. 7-ге көбейту және бөлу кестесін құрастырып, 4 бағанға жаз. 7 көбейту 7 49, 7 көбейту 8 56, 7 көбейту 9 63, 8 көбейту 7 56, 9 көбейту 7 63. 49 бөлу 7 7, 56 бөлу 7 8, 63 бөлу 7 9. 56 бөлу 8 7, 63 бөлу 9 7. Екінші есеп. Қай жағдайда есептеме салыстыруға болатынын достарыңа талда дейді. Бұл жерде 3 пен 7-нің көбейтіндісі 21, 7 мен 3-тің көбейтіндісі 21. Яғни көбейтіндінің мәні өзгермейді. Көбейткіштердің орнын ауыстырса, демек бұл жерде тең белгісі қойылады. Келесі 7 жердегі 7 49, 8 жердегі 7 56, яғни 7, ал екінші көбейткіш 8, яғни бір санға үлкен. Демек 8 жердегі 7 56, 56 саны үлкен. Келесі 3 жердегі 3-ті көбейтеміз 7-ге. Мына жерде 7-ні көбейтеміз 3-ге. Екеуінің орнын ауысса, көбейтіндің мәні өзгермейді. Демек 3 жердегі 7 21, қосу 24. Ал мына жерде қосу 73. Қосылған сан үлкен болғандықтан, екінші жағы үлкен болады, оң жағы. 7 көбейту 7 49, қосамыз 20-ны. 7 көбейту 8, қосамыз 20-ны. Бұл жерде бір ғана өзгеріс, 8 үлкен. Жылдам табу үшін осыған қарасақ болады. 7 көбейту 8 бізде 56, қосамыз 20-ны. 76 саны үлкен болады екен. Келесі 7 көбейту жақшаның ішінде 3 қосу 6. 3 қосамыз 6-ға 9, 9-ды 7-ге көбейтсек 63 болады екен. Енді 7 көбейту 3 21, қосамыз 6-ны 27. Яғни бізде 63 саны үлкен екен. Енді 7 қосу 2 9, 9-ды 3-ке көбейтсек 27. 7-ні 2-ге жоқ, бірінші көбейтуді орындаймыз. 2 көбейту 3 6, 6 жердегі 7. Жоқ, 6-ны 7-ге қоссақ 13. Сонда бізде 27 саны үлкен болады. Келесі 3-ші есеп. Кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. А нұсқасына қарайық. Бізде кесте берілген, осы кесте бойынша есептер шығарамыз. Біріншісіне қарайық. Жәшіктің массасы белгісіз, жәшіктің саны 6, жалпы масса 18. Жазамыз. 6 жәшік 18 килограмм барлығы. Бір жәшіктің килограммын табуымыз керек. Сонда біз массаны табу үшін жалпы массаны бөлеміз санға. Сонда 18 бөлу 6 тең 3 болады. Жауабы бір жәшіктің массасы 3 килограмм болады. Енді екінші қатарға қарайық. Жәшіктің массасы 6 килограмм. Жәшіктің саны 7 дана. Бізде жалпы массасын табуымыз керек. Жазамыз. Бір жәшіктің салмағы массасы 6 килограмм. 7 жәшік қанша килограмм болады? Жалпы массаны табу үшін біз массаға санды көбейтеміз. Сонда 6 көбейту 7 тең 42. Жауабы 7 жәшіктің массасы 42 килограмм болады. Енді үшінші қатарға қарайық. Жәшіктің массасы, бір жәшіктің массасы 9 килограмм. Жәшіктің саны белгісіз, жалпы массасы 54. Жазайық, бір жәшіктің салмағы 9 килограмм, 54 килограмм. Бізде қанша жәшікке тең болады? Біз санын табу үшін
жалпы массаны бөлеміз массаға. Сонда 54 бөлу 9 бізде тең 7. Бұл жерде қате жазыппыз. Демек, бұл жерде 7 жәшікке салынды. Енді 4-ші қатарға қараймыз. Мына жерде бір жәшіктің массасы белгісіз, жәшіктің саны 6, жалпы массасы 42. Жазамыз, е? 6 жәшік 42 килограммға тең. Бір жәшіктің массасын табуымыз керек. Шешуі біз массаны табу үшін жалпы массаны бөлеміз санға. Сонда 42 бөлу 6 тең 7 болады. Жауабы бір жәшіктің массасы 7 килограмм болады. Үшінші есепке қарайық. Кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. А нұсқасына қарайық. Кесте берілген, осы кестеге қарап есептер шығарамыз. Бірінші қатардағы есепті шығарайық. Бір жәшіктің массасы бізде белгісіз, жәшіктің саны 6 дана, жалпы масса 18 килограмм. Бірінші есеп жазамыз. 6 жәшік 18 килограммға тең. Бір жәшіктің массасын табуымыз керек. Шешуі массаны табу үшін жалпы массаны бөлеміз санға. 18 бөлу 6 тең 3. Жауабы бір жәшіктің массасы 3 килограмм болады. Екінші қатарға қарайық. Бір жәшіктің массасы 6 килограмм, жәшіктің саны 7, жалпы массасын табуымыз керек. Жазамыз, бір жәшік 6 килограммға тең, 7 жәшіктің салмағын табуымыз керек, жалпы массасын. Жалпы массаны табу үшін массаны көбейтеміз санға. Сонда 6 көбейту 7 тең 42. Жауабы 7 жәшіктің массасы 42 килограмм. Үшінші қатарға қарайық. Бір жәшіктің салмағы, яғни массасы 9 килограмм, жәшіктің саны белгісіз, жалпы массасы 54 килограмм. Жазамыз, бір жәшіктің салмағы 9 килограмм, 54 килограмм қанша жәшікке тең болады екен. Біз санды табу үшін жалпы массаны бөлеміз массаға. Сонда 54 бөлу 9 тең 6. Жауабы 6 жәшікке салынды. Енді 4-ші қатарға қарайық. Бір жәшіктің массасы белгісіз, жәшіктің саны 6 дана, жалпы масса 42 килограмм. Жазамыз. 4-ші 6 жәшік 42 килограммға тең. Бір жәшіктің салмағын біз табуымыз керек. Бір жәшіктің массасын табамыз, яғни массаны табу үшін жалпы массаны бөлеміз санға. 42 бөлу 6 тең 7 болады. Сонымен жауабы бір жәшіктің массасы 7 килограмм. Үшінші есептің ән нұсқасына қарайық. Бізде кесте берілген, алмұрт пен алма берілген екен. Бір жәшіктің массасы, яғни алмұрт 6 жәшік, бір жәшікте 6 килограммнан 7 дана. Алмада бір жәшікте 8 килограммнан 6 дана жәшік берілген екен. Біз алмұрт қанша жалпы массасы, алманың жалпы массасын табамыз. Екеуін қосып, барлығы қанша масса екенін табуымыз керек. Жазамыз, алмұрт 6 килограммнан 7 дана, алма 8 килограммнан 6 дана. Барлық массасын табуымыз керек. Шешуі алмұртты табамыз, 6 килограммнан 7 дана, яғни 6-ны көбейтеміз 7-ге 42. Алма 8 килограммнан 6 дана. 6-ны 8-ге көбейтсек 48. Алмұрт 42, алма 48. Екеуін қосқан кезде 90 килограмм шықты. Жауабы алмұрт пен алманың жалпы массасы 90 килограмм. Үшінші есептің Б нұсқасына қарайық. Есептің қысқаша жазылуын толықтырып, оны шығар деді. Өрік 9 килограммнан бос орын берілген, өзіміз ойымыздан кез келген санды қойып есепті құрастырамыз. Өрік 9 килограммнан 5 жәшік, шабдалы 8 килограммнан 4 жәшік. Бізде өрік қанша килограмм, шабдалы қанша килограмм, және екеуін қосқанда барлығы қанша килограмм екенін табуымыз керек. Жазамыз, өрік 9 килограммнан 5 жәшік, шабдалы 8 килограммнан 4 жәшік, және жалпы массасы қанша екенін табуымыз керек. Шешуі 9 көбейту 5
45. 8 көбейту 4, яғни шабдалы 8 килограммнан 4 жәшік. 8-ді 4-ке көбейтсек 32, 45-ке 32-ні қоссақ 77 килограмм шықты. Жауабы өрік пен шабдалының жалпы массасы 77 килограмм болады. Төртінші есеп. Сурет пен кесте бойынша есеп құрастырып, оны шығар дейді. Бізде кестеде. Кестеге қарайық, екі сурет берілген, яғни біріншісінде дәптер 40 теңге. Бір қорапта 5 дәптер бар, бағасы 40 теңге. Екінші қорапта саны белгісіз 56 теңге. Яғни бағасы бірдей, екеуінің бағасы бірдей. Бағасын табуымыз керек, белгісіз екеуінде де. Саны 5 дәптер, құны 40 теңге. Яғни біз бірінші қораптағыны табуымыз керек, бағасын. Бір дәптердің бағасын табуымыз керек. Бір дәптердің бағасын табу үшін құнын санына бөлеміз. Сонда 40 бөлу 5 тең 8 болады. Енді бізде екінші сұрақ. 56 теңгеге қанша дәптер сатып аламыз? 56 теңгеге қанша дәптер сатып аламыз? Сонда санын табуымыз керек. Санын табу үшін құнын бағасына бөлеміз. Сонда 56 бөлу 8 тең 7. 56 теңгеге 7 дәптер сатып алынды. Бесінші есепке қарайық. 5 дәптер үшін 35 теңге төленді. Осындай 8 дәптер қанша теңге тұрады? Кестедегі есепке қарай. Есеп сұрақтарына жауап беру үшін нені білу керектігін түсіндір. Бір дәптердің бағасын қалай білеміз? Бір дәптердің бағасын біле отырып, осындай 8 дәптердің құнын тап дейді. Кестеде берілген бағасы бірдей, саны 5 дәптер, құны 35 теңге. Жазамыз, 5 дәптер 35 теңге. Бұл жерде біз бір дәптердің бағасын табуымыз керек. Екінші 8 дәптер бір дәптердің бағасын тапқаннан кейін 8 дәптер алатын болсақ, оның барлық құны қанша болады? Соны табуымыз керек. Яғни біз бірінші бір дәптердің бағасын табуымыз керек. Бағасын табу үшін құнын санына бөлеміз. Яғни 35 бөлу 5, бізде бір дәптердің бағасы 7 теңгеге тең екен. Енді 7 теңгеден 8 дәптер алатын болсақ, жалпы құны қанша болады? Соны табуымыз керек. Екінші сұрақ. Құнын табу үшін бағасын санына көбейтеміз. Яғни бізде 7 теңге бағасы, саны 8 дәптер, 7-ні 8-ге көбейтсек 56. Жауабы 8 дәптердің құны 56 теңгеге. Алтыншы есепке қарайық. Төмендегі А және Ә есептерінің берілуін салыстыр. Ә кестесі бойынша есеп құрастырып, оны шығар дейді. А есепті қарайық. Бағасы бірдей, саны 7 дана, 56 теңге құны. Енді біз бұл жерде бағасын табуымыз керек. Бір дананың бағасы қаншаға тең екенін табуымыз керек. Яғни жазамыз, 7 дана 56 теңгеге тең. Біз бір данасын құнын табуымыз керек. Бір бағасын табу үшін құнын санына бөлеміз. 56 бөлу 7 тең 8. Яғни бір дананың бағасы 8 теңгеге тең екен. Енді дәл солай 6 дана бағасы 8 теңге, саны 6 дана, бізде жалпы құны қаншаға тең екенін табуымыз керек. Құнын табу үшін бағасын санына бөлеміз. Яғни 8 көбейту 6 тең 48. Жауабы құны 48 теңге. Алтыншы есептің Ә нұсқасына қарай. Қораптың массасы бізде бірдей дейді, бірақ белгісіз. Бірінші қораптың массасын табуымыз керек. Саны 7 дана, жалпы массасы 56 килограмм. Жазамыз, 7 қораптың жалпы массасы 56 килограммға тең. Яғни біз бірінші бір қораптың массасын табуымыз керек. Дәл солай 6 қорап алынса, жалпы массасы қанша болады? Екінші соны табуымыз керек. Жазамыз, шешуі массаны табу үшін, бір қораптың массасын табу үшін жалпы массаға бөлеміз санын. Сонда 56 бөлу 7 тең 8 болады. Бізде бір қораптың массасы 8 килограмм екен. Жерге жазып қояйық, 8 килограмм бір қораптың массасы. Келесі, енді біз жалпы массасын табуымыз керек. Жалпы массаны табу үшін массаны көбейтеміз санға. Яғни 8 көбейту 6 тең 48. Жауабы 6 қораптың жалпы массасы 48 килограмм болады.
Келесі 7-ші есеп өрнектер құрастырып, олардың мәнін тап. Бізде өрнектер берілген. Бірінші 7 көбейту 7-ні жазайық. 7 көбейту 7 қосу белгісін қоямыз. 5 көбейту 3-ті жазамыз. 7-ні 7-ге көбейтсек 49, 5-ті 3-ге көбейтсек 15, екеуін қосқан кезде 64 шығады. Екінші 8 көбейту 7 жазамыз. Азайту белгісін қоямыз. 6 көбейту 4. 7-ні 8-ді 7-ге көбейтсек 56. Азайтамыз. 6-ны көбейтеміз 4-ге 24. 56-дан 24-ті азайтсақ 32 шығады. Келесі 7 көбейту 9. 7 көбейту 9 қосу белгісін қоямыз. 7 көбейту 0-ді жазамыз. 7-ні 9-ға көбейтсек 63. 7-ні 0-ге көбейтсек 0 болады. 63-ке 0-ді қоссақ 63 шығады. Келесі 6 көбейту 7. Азайту белгісін қоямыз. 9 көбейту 2. 6-ны 7-ге көбейтсек 42. 9 2-ге көбейтсек 18. 42-ден 18-ді азайтсақ 24 сан. 8-ші есеп өрнектердің мәнін есептеп, жауабын сандықтан тап дейді. 63 азайту 21 бөлу 7. 63 21 бөлу 7 бізде 3 болады. 63-тен 3-ті азайтсақ 60 болады. Сандықтан 60 санын белгілейміз. 48 азайту 8 бөлу 2. Яғни 8-ді 2-ге бөлсек 4 болады. 48-ден 4-ті азайтсақ 44 болады. Сандықтан 44 санын белгілейміз. Жақшаның іші бірінші орындалады. 90-нан 34-ті азайтсақ 56. Бөлеміз 7-ге 8 шығады. Сандықтан 8 санын белгілейміз. Жақшаның ішін бірінші орындаймыз. 2-ні 5-ге қоссақ 7. 7 көбейту 7 бізде 49 болады. 49 санын белгілейміз. Келесі 2 қосу 5 көбейту 7. Көбейту орындаймыз. Бірінші 5 көбейту 7 35. 2-ге 35-ті қоссақ 37. Сандықтың ішінен 37-ні белгілейміз. Келесі бізде 8 бөлу 4 көбейту 7. 8-ді 4-ге бөлсек 2. 2-ні 7-ге көбейтсек 14 шығады. 14-ті белгілейміз сандықтан. 3 көбейту 3 көбейту 3. 3-ті 3-ге көбейтсек 9. 9-ді 3-ге көбейтсек 27. 27-ні сандықтан белгілейміз. Келесі жақшаның ішін бірінші орындаймыз. 18 қосу 3 бізде 21. 21-ді 7-ге бөлсек 3 саны шығады. Сандықтан 3 санын белгілейміз. Біздің сыныпта неше қыз бар деп сұрады. Ғалия біраз ойланып, ең үлкен 2 таңбалы саннан 8 2 рет жазылған санды азайттым. Шыққан санға ең кіші 2 таңбалы санды қосқанда біздің сыныптағы қыздардың саны шығады деді. Сыныпта неше қыз бар? Қарайық, иә? Ең үлкен 2 таңбалы сан бізде 99 саны. Азайтамыз. 2 8. 2 8 дегеніміз 88. Яғни міне 99-дан 88-ді азайтсақ 11. Енді осы 11 санына ең кіші 2 таңбалы санды жазамыз. Ең кіші 2 таңбалы сан бізде 10. Яғни 10-ға 11-ге 10-ды қоссақ 21 шықты. Жауабы сыныпта 21 қыз бар. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Келесі сабақта кездескенше аман сау